Міржақып Дулатұлының «Оян қазақ» кітабы Түркия, Жапонияның дамуына ықпал еткен. Тарихшы Алтынбек Құмырзақұлы, алаш қайраткері, ұлт жетекшісі Міржақып Дулатұлының «Оян қазақ» кітабы түрік пен жапон қоғамына тікелей әсер еткенін мәлімдеді. «Оян қазақ» шығармасын оқыған жапон мен түрік зиялылары «Оян түрік», «Оян жапон» сынды еңбектер жазып шыққан. Сонымен қатар автордың айтуынша, Мұстафа Кемал Ататүріктің Міржақып Дулатұлының кітабын арнайы тапсырыспен аудартқан. Бұл жайлы Адырна ұлттық порталы жазды. Тарихи деректерді саралай отырып, Алтынбек Құмырзақұлы Міржақып Дулатұлының баға жетпес асыл еңбегінің түрік, жапон қоғамының дамуына ықпал еткенін айшықтады. Міржақып Дулатұлын ұстаз тұтқан, азаттықты аңсаған азаматтардың қатарында болған Түркияның тұңғыш президенті Мұстафа Кемал Ататүрік. Ол 1917-1918 жылдары билікке келген кезде досы профессор Тайыр Шағатайға тапсырма беріп, «Оян қазақ» кітабын түрік тіліне аудартып шығарған еді. Осы кітапқа еліктеп, «Оян түрік» деген кітаптарда шыққан. Міржақыптың «Оян қазақ» кітабы әлем елдеріне қатты әсер етті. Олардың қатарында Жапон елі де бар. Міржақып өзі де өлеңдерінде жапон ерлігін, ұлтын жырға қосқан. 1997 жылы жапон ғалымы Йома Томохико өз тілінде Міржақыптың саяси көзқарасынан диссертация қорғаған. Тарихи ерекше құбылысқа қатысты аудармашы Жанерке Жұматаева өркениетті елдерге өзін мойындатқан алаштың арыстары, ата-бабаларымыз-ай, жатқан жерлерің жайлы болсын. Жоғарыдағы фактімен бүкіл қазақ мақтанымыз керек негізі, рухымызды жоғары көтеріп жүруіміз үшін, деп жазды аудармашы. Бар ғұмырын қазақ мұратына бағыттаған Міржақып Дулатұлы «Көзіңді аш, оян қазақ, көтер басты, өткізбей қараңғыда бекер жасты, жер кетті, дін нашарлап, хал арам боп, қарағым, енді жату жарамасты» деп жазған еді. Ақпарат Адырна ұлттық порталынан алынды. Оқыған Ғалбият Нұрзат.